Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабай алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалады екен. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте, секіріп жете алмайсың. Шырша бұтағында отырған қарға қоянның қылығына сырттай күліп отырды. Қарқ-қарқ, оны көрген қоян: Қарға, маған алманы үзіп берші, дейді. Қарға қашпасына ұшып барып, алманы үзіп алады. Бірақ алманы тұмсығымен қармап ұстай алмай, жерге түсіріп алады. Рахмет, саған қарға, дейді де, қоян алманы жерден көтермек болды. Алайда жерге түскен алма жаны бардай дыбыс шығарып, қозғалып, жүгіре жөнелді. Бұнысы қалай? Қорқып кеткен қоян ағаш алмасының түбінде ұйықтап жатқан кірпіге құлаған түсініп: Кірпі, тоқта деп айғайлайды. Менің алмамды қайда алып бара жатырсың? Ал кірпі кідірместен: Бұл менің алмам, ол төбеден құлады, ал мен болсам оны ұстап алдым. Ой, қоян да қояр емес. Алмамды қайтарып бер, оны тауып алған мен. Таласып жатқан кірпіге қарға да қосылады. Босқа талассаңдар, алма менікі, мен оны өзім үшін үзіп алғанмын, деп өтірік шын араластыра айтады. Олар бір-бірімен түсінісе алмай, алманы әрі тартып, бері тартып, айғайдан у-шу болып кетеді. Сол кезде Қорбаңбай аю келіп те қалады. Бұл не деген айғай-шу? Мазамды алдыңдар ғой, деп бәрі оған жақындап: Сен аю, біздің ормандағы ең үлкен, ең ақылдысың. Сондықтан бізге алманың кімдік екенін айтып берші, деп аюға оқиғаның қалай болғанын баяндап, төрелігін сұрайды. Аю сәл ойланып сұрады: Алманы кім тапты? Мен, деді қоян. Алманы кім үзіп алды? Мен, деп қырқ етті қарға. Жақсы, кім оны ұстап алды? Мен ұстап алдым, деді кірпі. Мінекей, бәрің де дұрыс айтасыңдар, өйткені әр қайсыларың алманы алу үшін еңбектендіңдер, дейді. Алма бәріңдікі. Мұнда бір алма ғой, деді кірпі, қоян, қарға түк түсінбей. Бұл алманы теңдей бөліңдер, әр қайсысын бір-бір бөліктен алыңдар, деді аю. Оны естіп бәрі де қуанып кетеді. Бағанадан бері біз бостан босқа таласқан екенбіз ғой. Кірпі алманы 4 бөлікке бөледі. Қоянға 1 бөлігін беріп: Бұл саған, қоян, сен алманы бірінші көрдің. Екінші бөлігін қарғаға беріп: Бұл саған, қарға, сен алманы үзіп алдың. Үшінші бөлігін кірпі аузына салып: Бұл маған, өйткені алманы ұстап алған мен. Кірпі аюға 4-ші бөлігін беріп: Бұл саған, аю, маған не үшін, деп таң қалды аю. Сен бізге ақыл айтып татуластырдың, деді. Ол риза кейіппен әр қайсысы өзіне берілген алманың бөлігін деп риза болды. Өйткені аю ешкімді ренжітпей дұрыс, әділ шешімін шығарған еді. Береке басы бірлікте деген осыдан қалған көрінеді.